Қайырлы күн достар, сіздермен аяулым және де бүгін мен каналымда шарлотка пирогының рецептісімен бөліскім келеді. Ең алдымен видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып аламыз. Кейін оның үстіне 160 грамм қантымызды қосып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Осылай жақсылап тұрып көпіргенше миксерлейміз. Одан соң оның үстіне 50 грамм сары майымызды қосып, тағы да миксерлейміз. Енді үстіне 160 грамм ұнымызды екіге бөліп қосып, миксерлеп отырамыз. Екінші бөлікке 1 шай қасық қопсытқышты қосып, осылай ұнмен араластырып, тағы да миксерлейміз. Екі орташа алманы осылай 4 бұрыштап, ұсақтап бөліп, жаңағы қамырымызға қосатын боламыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Енді қамырымызды формаға құямыз. Бұл жерде менде 24 сантиметрлік форма, астына пергамент төсеу керек жабыспас үшін. Және де барлығын жақсылап тұрып салып аламыз да бетін тегістейміз. Осылай барлығын жақсылап тұрып тегістеп шығамыз. Бір орташа алманы осылай видеодағыдай жіңішке қылып бөліп, әсемдейтін боламыз. Және де бұл әркімнің өзінің қалауынша, видеодағы бұл жай ғана мысал, басқаша да әсемдесеңіз болады. Пирогымызды 180 градуста қыздырылған пеште 30-35 минут пісіреміз. Міне шарлотка осындай болып шығады. Бетіне қант ұнтағын себуге де болады. Қазір қант ұнтағын осылай сеуіп шықтым. Дәмі өте керемет, нәзік әрі тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған аяулым.